Мен енді қазір 3-ші күн болды. Қазақ айтады ғой, ешектің көтін жусаң да ақша тап деп. Күн-түн демей таксовать етіп жүрмін. Жаңағы алған машина, арендада өз машинам жоқ. Сол машина үйде жатқаным маған ұят болды үйде. Менің бала шағамды асырау керек болды. Сонымен қазір бұрынғы әкім, қазір таксист болып жүрмін. Таксовать етіп жүрген кезде сіз танып қойдыңдар бар ма? Бір-екі адам танып уже, иә. Таныды ма? Неге бұлай деді. Енді мен айттым, енді үйде жатқаныма намыстандым дедім. Денсаулық кішкене түзелді, ой орнына келді, күйзелістің бәрі кетті. Енді бір әйелім жұмыс жасап жатыр. Қалай мен үйде жатып, телевизорды қарап, екі аяғымды аспанға көтеріп қойып жатамын. Барлығы закрытыймыз, мамам да, мен де, өзімді черный списоктамыз. Как оно есть? Былай айтқанда, қарапайым халықпен біргеміз.